Міне, құрметті әріптестер, мен сіздерге PowerPoint-та сабақты қалай түсіру керектігі жөнінде қазір нұсқаулық беретін болам. Ол үшін сіздер біріншіден өздеріңіздің сабақтарыңызды PowerPoint арқылы жасап аласыздар. Жасалған сабақты компьютерде сақтайсыздар, және де сол сақталған сабақты ашып кіресіздер. Міне, PowerPoint-та жасалған сабақ, яғни сабақтың презентациясы, былайша айтқанда, не болмаса түсінікті тілмен слайд, жасалған слайд. Енді осы жасалған презентациядағы сабақты қалай түсіндіріп отыруға болады, дауыс арқылы қалай беруге болады. Ол үшін сіздер сол жақ бұрыштағы файл деген батырмаға басасыздар. Басқаннан кейін осы жерде сохранить и отправить деген бөлім бар. Соған кіресіздер. Кіргеннен кейін осында создать видео деген. Міне, көріп отырсаңыздар. Осы создать видео деген бөліміне кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздерге алдарыңызда мынандай терезе ашылады. Терезеде бұл жерде мынандай не использовать записанное речевое сопровождение и время показа слайдов деген қатар шығады. Сол қатарда бассаңыздар батырмасын, осында записать речевое сопровождение и время показа слайдов деген. Осылай не шығады? Қатар шығады. Осы жолды басасыздар. Басқаннан кейін начать запись. Яғни нені бастау, жазбаны бастау деген осындай команда шығады. Сол командаға басасыздар. Басқаннан кейін алдарыңызда сіздердің дайындалған презентацияларыңыз шығады. Енді осы презентация бойынша сөйлей берулеріңізге болады. Енді презентацияның бірден мына бетке кіріп кетті. Егер сізге алғашқы бет керек болатын болса, титульный бет, онда сіз мынаның алдына бірінші бет жасап аласыз. Сол жерде өзіңіздің облысыңызды, ауданыңызды, мектебіңіздің атауын, және де қандай пәннің мұғалімі екендігіңізді, және де қай сыныпқа арналған сабақ екені, сабақтың тақырыбы жөнінде мәлімет беріп кетуіңізге болады. Енді қазір мына жерде презентацияның екінші беті ашылып тұрғандықтан осы бойынша түсіндіре берейін. Сіз осылай отырып ашылғаннан кейін сөйлей бересіз. Яғни сізде қазір дыбыстық жазу жүріп жатыр. Асқар Алтай прописка әңгімесі, сабақтың мақсаты, эпизодтардың берілу себебін түсіндіріп, сыни пікір білдіреді. Берілген тіркестермен әдеби, көркем сөйлем құрастыра алады. Берілген үзіндіні өз ойымен жалғастырады. Ары қарай презентацияны өзіңіздің клавиатураңыздағы жоғары төмен батырмасы арқылы басқара аласыз. Екінші бетке өткізесіз. Бағалау критерийін түсіндіріп кетуіңізге болады. Келесі жұмыс, топтық жұмысқа арналған. Ол бетті де түсіндіріп кетуіңізге болады толығымен. Келесі, бұл жерде толық жаңағы тапсырма, берілген тапсырмаларыңызды оқушыларыңызға түсіндіре аласыз. Қалай жасау керек тапсырмаларды, қалай орындау керек, ол жерде қандай бағалау критерийлері бар, осы тапсырмаға жететін қадамдарыңыз жөнінде айтып кетсеңіз болады түсіндірме ретінде. Ары қарай тағы да төмен жоғары батырмасымен төмен қарай түсе берсеңіз, сіздерге презентацияның келесі беттері ашылып отырады. Сонда тапсырмаларыңызды түсіндіріп кете бересіздер. Сабақтың соңында рефлексияңыз, бағалауыңыз бар, қорытындыңыз бар. Сондай мәліметтеріңіздің барлығын дауыс арқылы жазып, осылай балаларға сабақты түсіндіруге болады. Міне сіздердің онлайн презентацияда қалай жүргіземіз, қалай жасаймыз деп әр мұғалім әртүрлі смартфон арқылы жасап жатқандарыңыз бар, әрине. Смартфон арқылы жасап жатқандарыңыз бар. Және де жаңағындай басқа да камерамен түсіріп қосымша жұмыс жасап жатқандарыңыз бар. Енді толық біткеннен кейін, жабылғаннан кейін создать видео деген
сол жерде өзі жапқаннан кейін создать видео шығады. Создать видеоға кіресіздер. Міне создать видеоға кірген кезде сіздерде алғашқы түп нұсқадағы презентацияның екінші нұсқасы мына жерде атауы шығады. Содан кейін сіз осы шыққан атау бойынша сохранить, яғни сақтау бөлімін басасыз. Сонда сізге мынау қазақ әдебиеті деген бойынша сохранить, заменить его да дегенге басасыз. Яғни сіздің презентацияңыз, яғни бейне жазба, дауыс жазба арқылы жасалған презентацияңыз дайын болады деген сөз. Енді осының төменгі жағында қарасаңыздар, мына жерде создание видео деген мынандай батырма ең төменгі астыңғы жолақта, міне мен сіздерге көрсетіп тұрмын қазір. Осы жолақта создание видео қазақ әдебиеті 6-шы сынып дегенде сіздің қазіргі мынау біздің қазір жасаған видеомызды создавать етіп жатыр. Мына видеоны. Осы жерде қараңыздар. Осы жасалған презентация қазір сақталады. Толығымен сақталғаннан кейін біз оны әрмен қарай көре алатын боламыз. Міне әріптестер көріп отырсыздар. Қазір біздің жаңа жасаған видеомыз, мынау презентациямыз, яғни дайын болды презентациямыз. Енді біз бұл презентацияны сохранить етіп аламыз. Жүктедік, сохранить еттік. Ол бізде осы мынау экранымыздың төменгі жағында сақтаулы тұр. Сол бойынша көре аламыз. Міне жаңағы жасаған неміз, презентациямыз қойылып тұр. Енді осының қайтадан показ слайдқа кіресіз. Содан кейін басынан десеңіз, батырмаға кірсеңіз, жаңа біздің жазған дауыстық презентациямыз көрсететін болады. Сіздер басқаннан кейін алдарыңызда сіздердің дайындалған презентацияларыңыз шығады. Енді осы презентация бойынша сөйлей берулеріңізге болады. Енді презентацияның мынау бірден мына бетке кіріп кетті. Егер сізге алғашқы бет керек болатын болса, титульный бет, онда сіз мынаның алдына бірінші бет жасап аласыз. Сол жерде өзіңіздің облысыңызды, ауданыңызды, міне осылай, айып етпеңіздер, осылай презентацияны сөйлетуге болады. Сіздерге көмек тиеді деген ойдамын. Рахмет.